сәлеметсіздер ме, құрметті оқушыларым? Бүгін 3-ші сыныптың 1-ші сабағын шығаратын боламыз. Тақырыбы мың көлемдегі сандар. Бірінші есепке назар аударайық. Бос орындарға тиісті сандарды жаз. 200 бізде 2 жүздікке тең. 900 жүздікке тең. 400 килограмм бізде 100 килограммда 1 центнер бар. Яғни 400 килограммда 4 центнер бар. 700 килограммыз бізде 7 центнерге тең. 100 килограмм бізде 1 центнерге тең. 1000 килограммыз 10 центнерге тең. Енді әр тапсырмасына қараймыз. Үлгіде көрсетілгендей шығар. 200-ге қосамыз 100-ді, яғни бізде 200-ді 2 жүздік деп алды, 100-ді 1 жүздік деп алды. Екеуін қосқан кезде міне 3 жүздік шығады. Мыңымыз бізде 10 жүздік, азайтамыз, мына жерде 1 жүздік. 10 жүздіктен 1 жүздікті азайтсақ 9 жүздік. Келесі 9 жүздіктен 1 жүздікті азайтамыз, 8 жүздік шығады. 900 бізде 9 жүздік, 100-іміз бізде 1 жүздік. Екеуін қосқанда 10 жүздік шығады. Келесі 400 және 500. 400-ді қосылған 500-дік тең 900-дік. 800-діктен 200-дікті азайтамыз, 600-дік. 10 жүздіктен 10-ымыз бізде 1000, 1000-ның ішінде 10 жүздік бар. 10 жүздіктен 8 жүздікті азайтқан кезде 200-дік. 700-діктен 200-дікті азайтамыз, 500-дік. Енді екінші есеп. Екінші есеп бізде ауызша шығаруға берілген есеп. Үшінші есепті жалғастырамыз. Түрлі түсті қима қағаздарын дайындап ал, оларға сандардың разрядын жаз. 3 таңбалы сандарды салыстыру ережесін айтамыз. 2 және 3 таңбалы сандарды қалай салыстыруға болатынын айтыңдар. Өзіңнің мысалыңды ойластыр деді. Неке қараймыз. 3 таңбалы және 2 таңбалы сандарды қалай салыстыруға болады? 355 және 139 саны берілген. Қараймыз. Бірінші сандарына қараймыз. Мына жерде 355-те 3 саны тұр бірінші, 139-да 1 саны тұр. Яғни 3 саны артық 1-ден. 355 артық 139-дан деп салыстырамыз. 523 және 564 сандары берілген. Бірінші сандарына қараймыз. 5, екеуі бірдей. Енді екінші сандарына қараймыз. Бізде 2 және 6 саны берілген. Демек, 2 санынан 6 саны артық. Яғни 233-тен 523-тен 564 саны артық. Мына жерде біз өзіміз сандар құрастыруымыз керек, мысалдар құрастыруымыз қажет. Неке жазып қойдық. Бірнеше мысалдарды жазып көрсеттім. 3 таңбалы 2 таңбалы сандарды салыстырған кезімізде бірінші санға, ортаңғы, сосын соңғы сандарға қарап отырып салыстырамыз. Енді келесі 4-ші есеп салыстыр делінген. Бұл дәл солай 742 артық 427-ден. 504 артық 405-тен. 1000 саны артық 999-дан. 650 саны артық 605-тен. 331 артық 312-ден. 401 кем 410-нан. 1000 артық 601-ден. 297 артық 270-тен деп жазамыз. Келесі 5-ші тапсырма. Сен 3 таңбалы сандарды тауып, жанды табиғатқа нелер жататынын біл, сандарды өсу ретімен жаз. Әр санның разрядын ата. 3 таңбалы сан бізде 418 көбелек, 330, 339, 101, 362, яғни өсу ретімен жазып алдық. Өсу реті дегеніміз не? Кішкентай сандардан жоғары қарай әрі сандарға өсу қатарын айтамыз. 101, 330, 339, 362, 418 деп өсу ретімен жазып алдық. Бізде жанды табиғатқа саңырауқұлақ, гүл, бұғының баласы, көбелек, балық бізде жанды табиғатқа жатады. Қалған заттар бізде жансыз табиғатқа жатады екен. Енді әр сандарды өсу ретімен жазып, әр санның разрядын ата деді. 362 санында бізде 300-дік бар,
6 ондық 2 бірлік бар екен. Мындай фигурамен көрсетсек болады. Келесі 6-шы есеп. Әрбір жағдайда x саны қандай мәнге ие болуы мүмкін дейді. Қараймыз, сандық сәуле сызылған. X бізде үлкен, яғни x деген белгісіз сан. X саны үлкен 12-ден, немесе x саны кіші 12-ден деп тұр. Ол дегеніміз, мен 12-ні белгілеп көрсеттік. Белгісіз x саны кіші 12-ден дегеніміз, мен 12-ден кіші барлық сандарды айтамыз. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12-ге дейінгі сандар бізде 12-ден кіші. X-тің мәні бізде осы сандар деп алатын болсақ, 12-ден кіші деп көрсетеміз. Мына жерде белгісіз сан бізде белгісіз x-іміз үлкен 12-ден. Яғни белгісіз сан деп отырғанымыз 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19-ға кете береді. Бұл бізде x, яғни 12-ден үлкен, артық. Келесі 7-ші есеп. Сандар жиынынан 345-тен артық және 345-тен кем болатын 5 санды ата дейді. Қараймыз. 345-тен артық болатын 400, 500, 600, 700, 800 сандары артық. Ал 345-тен бізде кем болатын, яғни мына жерде 345 артық болып тұр. Яғни бізде кем сандарды жазуымыз керек. 345-тен 90, 100, 140, 200, 300 сандары кем екен. Әр тапсырмасына қараймыз. Сан сәулесін сызып 1 сантиметрден бөліктерге бөл. Ондағы 1 сантиметр 100 бірлікті білдіреді. Сан сәулесінен 250 санын белгіле. Шешімдер жиынынан кез келген 10 санды жаз. Сан сәулесін сызып алдық. Әр 1 сантиметрі 100 бірліктен тұрады дейді. 100, 200, 300 деп жазып алдық. Бір санды белгіледік. 200 мен 300-дің арасы, яғни 250 санын белгілеп алдық. Енді осыны x-пен салыстырамыз. Бұл жерде 250 саны артық. Яғни біз x-іміз 10-ға, 40-ға, 90, 100, 130, 170, 190, 200, 220, 240 сандарына тең. 250 бұл жерде артық болып тұр. 250 мұнда x-тан кем болып тұр. Яғни бізде x-іміз 260, 290, 300, 380, 390, 400, 470, 500, 600, 700 сандары деп көрсеттік. Келесі 8-ші есеп. Баған түрінде есептеп дұрыстығын тексер. Баған түрінде 34-тен 34-ке 23-ті қосамыз. Бірінші бірлікке бірлікті, 10-қа 10-ті қосамыз. 4-ке 3-ті қосатын болсақ 7, 3-ке 2-ні қоссақ 5, 57 шықты. Бұны тексеретін болсақ, біз кері амалмен тексереміз. Яғни қосуға кері амал бізде азайту амалы. Шыққан мәнді жаздық, 57-ден 23 азайтамыз. Бізде 34 мына санның шығуы қажет. Келесі міне азайтуды қосу амалмен тексердік. Азайтуды қосу амалмен, азайтуды қосу, қосуды азайту амалмен тексеріп баған түрінде есептеп шықтық. 9-ші есеп. Биылғы жылы күн райының қолайсыздығына байланысты алма ағаштың әр қайсынан 4 килограммнан 5 жәшік алма жиналды. Ал былтыр осындай 9 жәшік алма жиналған еді. Биыл неше килограмм алма кем жиналды деп сұрап тұр. Енді мәтін есепті шығарған кезде біз бірінші шартын құрып аламыз. Сосын сұрағын қойып, шешуін шығарып, жауабын шығарамыз. Биыл бізде белгісіз килограмм алманан 4 килограммнан 5 жәшік. Былтыр бізде 4 килограммнан 9 жәшік жиналды. Енді қанша килограммға биыл кем жиналды деп сұрақ қойып алдық. Ол үшін қараймыз, әр қайсысы деп тұрған кезде біз көбейту амалын қолданамыз. Яғни 4-ке 5-ті көбейтсек 20, бұл биылғы жылғы нанның көлемі. 4-ті 9-ға көбейтеміз, 36, бұл былтырғы жылдың есебі. Енді екеуінің қаншаға кем екенін табу үшін кем деген жерде біз азайту амалын қолданамыз. 36-тан 20-ны азайтсақ 16. Енді бұны біз қысқаша
бір жолмен осылай жазсақ та болады, яғни 4-тен 4-ке 9-ды көбейтіп және 4-ке 5-ті көбейтіп екеуін азайтып жіберсек 16. Жауабына толығымен жазамыз. Биыл 16 килограмм алма кем жиналды деп жазамыз. Ал оқушылар, назарларыңызға рахмет. Сабақ ұнаса лайк басып, каналға жазылып кетуді ұмытпаңыздар. Келесі сабақта жүздесеміз.